Сәлем достар, біз бүгін сіздерге ерке қыз деген бірінші серия түсіреміз, ал біз бастаймыз. Қызым, біз Шымкентке келдік. Ура! Біздің енді жаңа үйіміз болады. Және менің көп бөлмем болады, иә? Иә, қызым, ол үйді көрсең Пинтерестегідей. Шын ба? Мысалы, мына үй сияқты ма? Иә, осыған ұқсайды. Ал онан да тұрып қалмай, сіз чемодандарымызды алып, сол үйге барайық. Таксимен кезде көресің. Бұндай Пинтерестегі үй Шымкентте біреу-ақ. Біз соны жалдап тұрамыз. Давай. Машинаға мініңдер. Жарайды. Кеттік. Так, үйге кірдік. Вау, үйдің өзінің ауласы әдемі ғой. Еще қасында әдемі үйлер бар. Я, бұяқты көп тәтті бар, е, мам? Я, қызым. Той, менің қызымды ерке өзі, сосын тәттіге тоймайды. Қой, онан да кірейік. Вау, алдымызда біздің әкем екеуміздің кроватымыз. Ой, маған ұнаған жоқ. Қайдан? Әдемі өзі. Пинтерестегідей болмаса да, өмірде әдемі болады. Я. Қой, кеттік, чемоданымызды неге қояқ. Басқа бөлмелерді көрейік. Вау, қандай әдемі гүлдер. Мына біздің асханамыз. Мен енді баламды тусам, өсеға отырады. Продукт әкелу керек. Біздің неміз жуынатын бөлмеміз. Ал қосымша осындай отыратын зал деп айтуға болады. Эстетичный, ал мұна яқтанандай, ал мынау сенің бөлмен. Вау! Қандай әдемі! Вау, біз осы үйде тұрамыз ба? Я, қызым, әлі де сен алмай тұрмын. Қандай әдемі! Я, қызым. Сенің бөлменді әдемі қылып істедік, өзіміз мебель таңдадық бұны. Рахмет, анашым, әкешім. Вау! Рахмет сіздерге. Мен сіздерді қатты жақсы көрем. Біз де сені жақсы көреміз, қызым. Қой, өсіп тұрғанда қарнымыз ашып кетеді. Мен барып тамақ істейін. Жарайды. Әкешім, маған тәтті әкеп берші. Мен тәтті жегім келіп жатыр. Қазір мен сенің сүйікті пирогыңды дайындайын клубникамен. О, жақсы болды ғой, бір тәтті жейміз. Жарайды, қызым, сен үстіңді ауыстырып кел. Ал отағасы сен телевизор көресің ба? Білмеймін. Так, қой. Мен кеттім тамақ істейін. Вау! Енді мен көп достарыма мақтанамын. Өйткені мен әдемі үйім бар кезде неге мақтанбаймын? Сондықтан мақтану керек. Так. Мен мынандай көйлегім бар, мынандайым бар. Маған осы қатты жашады. Вау! Қандай әдемі. Вау, мына менің
блокнотым. Мен мен әлі 6-тамын, бірақ мен неге бойым ұзын? Вау, мықты әртүрлі сумка. Точно мен мақтанамын. Өйткені мен сумкам көп, және күшті киім бар. Мынандай копильнигім бар менің. Апашы, мен курткамның қалтасында, чемоданымда ақша бар еді ғой, соны сап қоймаймын. Так, санайым. 1, 2, 3, 4, 5. Ой, менде 500 теңге бар. Енді өсеға 5 теңгені сап қояйын. Тауай, ешкім көрмей тұрғанда тез сап қояйын. Вау, мен сосын бұны бәрін екеуін жинасым көп тәтті аламын. Вау, менде көп зат бар. Исенаның сүті әдемі. Мен телефон қоям. Вау, менде капит бар. Ал менің достарымда капит жоқ. Тек менде ғана бар. Так, әкесіме тағы. Әкесі мәніске капит. Қараңыз, наяқтанандай бар екен. Давай осымен де балайық. Я. Ой, анам пирогын жасап болған шығар. Білмеймін. Мейлі қазір өзі анасын шақырады. Так, торт дайын. Келдер, тәтті пирогты жейік. Жарайды. Вау, менің сүйікті пирогым дайын болды, я? Я, қызым, дайын болдым. Әдейі сақын видео салдым сен тәтті жегенді ұнатасың. Рахмет, анасы. Ой, көрейік дәмін. Дәмі күшті қойны рестораннан да. Я, дәмі күшті. Ана шай қоймайсыз ба? Қазір қойайын. Тәтті пирогпен тәтті шай ішеміз. Қандай шай? Қайықтан алдым бұны? Үйде тұрған екен, осы үйде. Сол тауалғам. Қойым мен де жейін пирогымда. Дәмді болыпты. Тамақ ішіп болыңдар ма? Я, болдық. Жарайды. Енді мен аяқты жинап тастайын, сендер кино көріп отыра беріңдер. Мен қатты ұйқым кеп тұр, мен кеттім. Жарайды. Так, вау, менде мынандай бар. Осыны құшақтап жатам. Қасымда жатсын. Так, тым болыпты, қойайық. Бүгін аларды қоймаппыз қой. Қоймай өзімдікін сосын қоямын. Әдеші ұйықтайық. Достар, осымен ерке қыз бірінші серия аяқталды. Осы серия сіздерге ұнаса лайк басыңыздар, ал қош болыңыздар.